Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 5-ші сыныптың 1-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауын талдайтын боламыз. Бірінші есебі көбейтіндіні дәреже түрінде қалай жазуға болады? 3 саны өз-өзіне 5 рет көбейтілген. Дәреже түрінде жазу үшін мінекей 3 өз-өзіне қанша рет көбейтіліп тұр, сол бойынша жазамыз. Негізі 3 болады. Дәреже көрсеткіші 3 өз-өзіне неше рет көбейтіліп тұр, яғни 5 рет көбейтіліп тұр, 3-тің 5 дәрежесі. Біз А жауабын таңдаймыз, және дұрыс жауап үшін бұл есепке 1 балл беріледі. Екінші есеп, шаршының қандай бөлігі боялған? Біздің шаршымыз 8 бөлікке бөлінген, 8 бөліктің 3-еуі боялып тұр. Біз В жауабын таңдаймыз, және бұл есеп үшін де 1 балл беріледі. Үшінші есеп, 4301, 9164, 6025, 3976 сандарының ішінен біріншісі, үшеуінің қосындысы 2-ге еселі болатындай 3 санды таңдаңыз. Бұл жерде бөлінгіштік белгілерін қолданамыз. 2-ге бөлінгіштік белгісі, яғни біздің сандарымыз 2-ге бөліну үшін ол жұп сан болу керек. Жұп санымыз жұп цифрлармен аяқталу керек. Жұп цифрлар 0, 2, 4, 6, 8 бен аяқталу керек. 3 санды таңдаңыз. Қандай сандарды қосқанда бізде жұп цифрмен аяқталады? Мысалға, 4301-ге 9164-ті қосамын, және оған 6025. Осы 3 санды қосатын болсам, менде 1-ге 4 қосамыз, 5, 5-ге 5 қоссам 10, яғни 0-мен аяқталатын сан шығады. Осы 3 санды қосуға болады екен. Яғни 0 цифрымен аяқталатын болса, бізде санымыз 2-ге еселі болып келеді, яғни 2-ге бөлінеді. Келесі, жерге жауабыңызды негіздеңіз деп беретін болса, былай жазып қоясыз. 4301 қосу 9164 қосу 6025. Барлығын қосып отырудың қажеті жоқ, соңғы цифрларын ғана қосамыз. 1 қосу 4, қосу 5, 1-ге 4 қосам 5, 5-ге 5 қосам 10, яғни соңғы цифры 0 болып тұр. Келесі, айырымы 5-ке еселі болатын 2 санды табыңыз. 5-ке бөлінгіштік белгісін есімізге түсіретін болсақ, сандар 5-ке бөліну үшін 0 және 5 цифрмен аяқталу керек. Олай болса, бізде 4301-ге 9164-ті қоса аламыз, немесе 3976-ға 9164-ті қоса аламыз. Яғни, мына жерде 1-мен аяқталып тұр, 4-пен аяқталып тұр. 1-ге 4 қосам 5, 5 цифрмен аяқталса бізде бөлінеді 5-ке. Келесі 6-мен аяқталып тұр, 4-пен аяқталып тұр. 6-ға 4 қосам 10, яғни 0 цифрмен аяқталса, ол да 5-ке бөлінеді. Келесі, көбейтіндісі 10-ға еселі 2 санды көрсетіңіз. 10-ға бөлінгіштік белгісі біздің санымыз 0 цифрмен аяқталу керек. Сонда біз мына жердегі вариантты жаза қоюымызға болады. 3976 қосу 9164. Яғни 6-ға 4 қосамын, 10, 0 цифрмен аяқталады. Осы 2 сан бізде 10-ға еселі болады. Төртінші есеп, 11 азайту А қосу X азайту 1 тең 16 теңдеуінің түбірі 7-ге тең болу үшін А әрпін қандай натурал санмен алмастыруға болады? Қайтадан теңдеуімізді жазып қояйын. Біз А-ның қандай сан болатынын табуымыз керек. Теңдеудің түбірі 7-ге тең, теңдеудің түбірі дегеніміз, яғни X бізде 7-ге тең болып тұр. 11 азайту А қосамын, X-тің орнына 7 қоямын. Жақшаларымызды жазбай қоюға болады. 11 азайту А, 7-ден 1 аламын, 6 тең болады 16. 11 азайту А тең болады 16-дан 6-ны азайтамын. 11 азайту А тең болады 10. А-ны табу үшін 11-ден 10-ды азайтамын. А тең болады 1-ге. Тексеріп шығуымызға болады. 11 азайту 1 қосамыз. X азайту 1 тең 16. 11-ден 1 аламын 10 қосу. X азайту 1 тең 16. X азайту 1 тең болады 16-дан 10-ды азайтамын. X азайту 1 тең болады 6. X тең болады 7.
Яғни А 1-ге тең болған кезде біздің теңдеудің түбірі 7-ге тең болады екен. Бесінші есеп. Бесінші есептің өзі екі бөліктен тұрады. Бірінші А бөлігін қарастырайық. Берілген өрнекті ықшамдауымыз керек. Бұлай жалғастыра берейін. Тең болады. Бірінші жақшаларды ашып аламын. 8-ді 12m-ға көбейтемін. 96m қосамын. 8-ді 27-ге көбейтемін. 27-ні 8-ге көбейтем. 6, 5 ойда. 16, 21, 216. Қосу 5-ті 31-ге көбейтемін. 155. Азайту 5-ті 17-ге көбейтемін. 85m. Тең болады. Ұқсастарын астын сызып алайық. 96m азайту 85m. Қосамын 216 қосу 155. 96-дан 85-ті азайтасыздар. 11m қосамыз 216-ға 155-ті. 167, 371. Өрнекті ықшамдадық. Бесінші есептің Б-сы m-1-ге тең болған кездегі А бөлімінде біз ықшамдадық қой өрнегімізді. Сол өрнектің мәнін табуымыз керек. 11-ді көбейтемін 1001-ге, оған қосамын 371-ді. 1001-ді 11-ге көбейтемін. 1001. 1001. 11.000. 11 қосамыз 371. 2, 8, 3. 11.382. 11.382-ге тең болады екен. Алтыншы есеп. Берілген бөлшектер арасынан тең бөлшектерді табыңыз. Тең бөлшектер, яғни бөлшегіміздің алымында бөлімінде қандай да бір санға көбейткенде, болмаса қандай да бір санға бөлген кезде шығады. Қай бөлшектердің тең болатындығын қарастырып көрейік. 30-дан 25, 45-тен 27, 20-дан 12. 20-дан 12 алымында бөлімінде 4-ке бөлсем 5, 5-тен 3 болады. 45-тен 27 алымында бөлімінде 9-ға бөлсем 5-тен 3 болады. Сонда бізде 45-тен 27 бөлшегінің 20-дан 12 бөлшегі тең болады екен. 5-тен 4 бізде 0,8-ді жай бөлшекке айналдырсақ 10-нан 8. Немесе алымында бөлімінде 2-ке бөліп жіберсек 5-тен 4 шығады. 5-тен 4 пен 0,8 бөлшектері тең болады. Бірақ негізі бұл жерде ондық бөлшекті бермеу керек, себебі 5-ші сыныптар әлі деп ондық бөлшекті өткен жоқ. Сондықтан негізі бұл жерде ондық бөлшек бермеу керек еді. Тағы бар ма екен? 5-ке бөлсем 6, мұнда 5 болады. Басқа жоқ екен тең бөлшектер. Мінекей осылар өзара тең бөлшектер болады. Жетінші есеп. Жетінші есептің өзі екі бөлімнен тұрады. Біріншісі 60 литр күнбағыс майын және 48 литр жүгері майын ең көп дегенде қанша сауда орнына тең етіп бөлуге болады. Яғни біз ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек 60 пен 48-дің. Ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін жай көбейткіштерге жіктейміз. 60-ты жіктеймін, 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлем 30, 30 тағы да 2-ге бөлінеді. 15, 15 2-ге бөлінбейді, одан кейінгі жай көбейткіш 3-3-ке бөлеміз. 15-ті 3-ке бөлсем 5, 5-ті 5-ке бөлемін. Келесі 48-ді жіктеймін, 48-ді 2-ге бөлемін. 24, 24-ті 2-ге бөлемін 12, 12-ні 2-ге бөлемін 6, 6-ны 2-ге бөлемін 3, 3-ті 3-ге бөлемін 1. Ең үлкен ортақ бөлгішін тапқан кезде ортақ көбейткіштерді аламыз.
2-нің 2 дәрежесін аламын және 3-ті аламын. 4-шім 12. 12 сауда орнына бөлуге болады екен тең етіп. Жоғарыдағы мәліметтерді пайдаланып, бір сауда орны майдың әр түрінен қанша литр алатынын табыңыз. 60 литр күнбағыс майы болатын болса, оны 12-ге бөлемін 5. Бір сауда орны, мысалы күнбағыс майынан 5 литр алады. 48-ді бөлемін 12-ге 4. Ал жүгері майынан бір сауда орны 4 литр ала алады екен. Осылардың барлығын егер жетесепті дұрыс шығарсаңыз, сізде ең жоғарғы балл 20 баллды жинап шығасыз.